Армысыз көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс агенттігі. Назарларыңызға апта жаңалықтарын ұсынамыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Алматыда өртенген хостел туралы тың ақпарат. Жатақхана орнында заң бойынша дүкен ашылу керек болған. Мәжілісте білім саласы туралы заң мақұлданды. Жобада қандай мәселелер қарастырылып отыр? Қызылша өршіп тұр. Елімізде қызылшаның 17 мыңнан астам жағдайы тіркелді. Одан қалай құтыламыз? Қазақстандағы мұнай қоры қанша жылға жетеді? Біз сізге энергетика министрінің есебін көрсетеміз. Әлем жаңалығы. Біріккен ұлттар ұйымы Израильден 1967 жылы 6 күндік соғыста басып алған жерін қайтаруды талап етті. 30 қараша таңғы уақытта Алматы қаласында хостелдердің бірі өртке оранды. Салдарынан 13 адам қайтыс болып, 59 адам эвакуацияланған. Қайтыс болғандардың 9-ы қазақстандық, 2-і өзбекстандық, қалған 2-і ресейлік азамат. Хостелден эвакуацияланған адамдардың басым бөлігі шетел азаматтары болды. Олар студенттер мен жалдамалы жұмысшылар. Хостелде адам тұруы бойынша қызмет көрсетуге рұқсаты болмаған. Жатақхана орнында заң бойынша дүкен ашылу керек болған. 1,5 ай бұрын ашылған хостелдің ауданы 457 шаршы метр. Өрт ошағы жертөленің дәлізінде болған. Қызыл жалын 30 шаршы метрді шарпыған. Өртке байланысты қылмыстық кодекстің 292 бабына сәйкес қылмыстық іс тіркелді. Мәжілісте білім беру және тәлімгерлік мәселесі қаралды. Депутат Асхат Аймағамбетов ұсынған заң жобасын 92 депутаттың 90-ы қолдады. Бұл заң жобасы депутаттардың бастамасымен әзірленді. Жобадағы негізгі нормалар 30 жылдан астам қолданылған мектеп, балабақша мен колледж ғимараттарын әр 5 жыл сайын апаттық қауіп бойынша тексеру, балалар терезеден құламау үшін арнайы механизммен қамтамасыз ету және жақын маңда мектеп, балабақша және аурухана болмаса тұрғын үй салуға рұқсат бермеуді және тағы басқа нормаларды қарастырған. Бұл заң жобасы депутаттардың бастамасымен әзірленді. Жобада 3 негізгі бағыт бойынша нормалар қарастырылып отыр. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғинияттың хабарлауынша, елімізде қызылшаның 17 мыңнан астам жағдайы тіркелген. Олардың 82%-дан астам балаларға тиесілі, ал оның көпшілігі вакцина алмаған балалар. Қызылша ауруы елдегі барлық өңірде тіркелген. Оның ішінде жағдай ушыққан аймаққа Шымкент пен Алматы қаласы және бір қатар облыс кіреді. Қазіргі таңда қызылшамен ауырып емдеуге жатқызылғандардың ішінде 30 бала реанимация бөлімшелерінде ауыр жағдайда жатыр. Оның ішінде жасы 1-ге толмаған 15 бала бар. Қызылша ауруына тән кезекті айналымның көтерілуі байқалады. Иммунитеті жоқ халықтың жинақталуы инфекциялардың жаңа толқынына ықпал етуде. Қазақстандағы мұнай қоры 440 жылға дейін жетеді. Бұл ақпаратты энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиев өзі есептеп берді. Министр Сәтқалиев журналистке берген сұхбаты барысында өзі Қазақстандағы мұнай қорын есептеп берді. Оның есебі бойынша еліміздегі мұнай қоры әлі 440 жылға жетеді. 340 лет можно, да, даже больше, если взять 76 миллиардов. Әлем жаңалығы. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Израиль шекарасы туралы қарар дауысқа салынды. Нәтижесінде 91 ел қолдап, 8 ел қарсы шықты, ал 61 мемлекет дауыс беруден қалыс қалды. Қазақстан қарарды қолдағандардың қатарында. Қарарға сәйкес Израиль 1967 жылғы шекарасына оралуы керек. Яғни 6 күндік соғыс кезінде басып алған Голан шыңын босатуы тиіс. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымы Израильді Сирия мен Ливан бағыттарындағы келіссөздерді қайта қарауға және бұрын жүргізілген келіссөздер барысында келісілген міндеттемелер мен кепілдіктерді құрметтеуге шақырды. Назарларыңызға рахмет. Осымен апта жаңалықтары тәмам. Біздің әлеуметтік желілерге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.